Аға, енді сіз жалпы мынау тек ауыл шаруашылығында жұмыс істеп жатқан мекемелермен немесе өзіңіздің институттың жұмысымен ғана емес, өзіңіз де айтып өттіңіз, мектептермен де тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп жатырсыздар. Жалпы ол мектептердің сұранысы қандай, және де қандай байланыс бар сіз, институт, мектептің арасында? Енді жалпы жаңағы мен жоғарғы оқу орнында жұмыс істеп жүрген кезде жаңағы мектеп, жоғарғы оқу орны жаңағы өндіріс деген сияқты үш жақты байланыс болу керек деп есептегенбіз. Сол кезде біз жұмыстар бастадық. Маған ең бірінші болып мынау 264-ші мектептің сол кездегі директоры ұсыныс түсті. Осындай бір жылыжай салайын деп едім, балаларыма, инклюзивті балаларға бір жылыжай салуға жәрдем берсеңіз деп. Енді олар спонсор өздері тапты, мен тек жаңа құрастырып, ұйымдастыру жұмыстарымен ұйымдастырып, ішіндегі егу, жаңа күтіп баптау жұмыстарына мен көңіл бөлдік. Ол керемет нәтиже көрсетті. Қарапайым ағаштан салынған теплица керемет нәтиже көрсетті. Өнім жақсы болды, ол жерден кішкентай ғой, енді шағын теплица мектеп жанынан. Ол енді одан кейін басқа мектептерде сол үрдіске айналып, қазір жақсы, қазір мектептің біраз мектептерде қазір жылыжайлар бар қаламыздағы. Ол өте жақсы. Бірақ бұл жерде де бұл ғылыми көзқарас керек та. Бұл дақылдардың мысалға өсуі, дақылдардың қоректенуі, оның сорты, оның әртүрлі ауруларға төзімділігі, зиянкестерге қарсы өсуі, мысалға гүлдеуі, одан түйнектің пайда болуы. Бұл биологтар үшін керемет материал. Яғни бұл көрнекі құрал да, дайын көрнекі құрал. Бірақ қазіргі таңда мысалға біздегі мектептегі биология пәнінің мұғалімдері соны немен сабақпен дуально ұштастыра алмай жатқан проблема бар да. Себебі олардың жаңа 45 минуттық сабағы аудиторияда өтеді мысалға. Соны енді мысалға неге бос кезінде ғана әкеліп үлгереді, мысалға сабақтың барысында соны пайдалану мәселесінде шамалы кенже тұстарымыз бар. Енді біз осы мәселеге қарай жұмыс істеуіміз керек. Кейбір мектептің жаңа айтып отырған 264 мектептің биология пәні мұғалімдері олар машықтанып алды қазір. Енді оңай болған жоқ. Әрине. Машықтанды, олар өздерінің жылыжаймен кәдімгідей көздерін жұмып тұрып, қазір жаңағы басынковать ету, жаңағы сортты бірден таңдайды. Мен әкелатқан кезде олар айтады маған: "Ағай, мынандай әкелмеңізші, мынандай сорт әкеліңізші" дейді. Олар уже таниды ғой, уже олар біліп тұр да, қандай да сорттың қандай өнім беретіндігін және қайсысы жаңағы ауруларға төзімді. Олар уже біледі. Бұл жақсы нәрсе да. Енді соған барлығымыз біз соған жетуіміз керек. Сондықтан көп жағдайда бұл бір икемі бар. Мысалға мектептің тәжірибемен мынандай бір сөз бар. Жаңағы тәжірибемен ұштастырмайтын мұғалім ол өлі мұғалім дейді. Өзінің жаңа сабағын тәжірибемен ұштастырмайтын мұғалім ол өлі мұғалім. Яғни ол шынымен шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалім, сол бір жаны ашитын, пәніне берілген, өзін жақсы көретін бір сондай ұстаздар бар ғой. Енді сол ұстаздармен мысалға соған сәйкес келіп жатсаңыз бір қуанып қаласыз. Ол сізге жеңіл болады. Сіз рахаттанасыз. А егер де бір қиын неге тап болсаңыз, ол ана жерден кеткенше асығасыз. Өйткені себебі ол бәрібір нәтиже шықпайды. Бұл жаңағы амалдың жоқтығынан істеп тұр, немесе бір директордың бұйрығымен істеп тұр деген сияқты мәселе бар да. А егер де ол шынайы өзінің мамандығы, мен биологпын ғой, келешек мен балдарға үйретсем, мына гүлдің аталықты, аналықты, мысалға жаңағы күлте жапырақтарын санатсам балаларға деп істейтін болса, мысалға жапырақтың жүйкеленуін қандай көріп тұрмын, балдарға көрсетемін деп, мысалға тамыр арқылы өсетін нелердің әртүрлі минералдарды сорып атқандығын, мысалға азот берген кезде қандай өзгеріс болады, фосфор берген кезде қандай өзгеріс болады, калий берген кезде, немесе магний берген, неге фотосинтез дұрыс жүрмей жатыр, неге мына бірінші кіреберістегі нем басқаша да, аяғында тұрған нем дақыл басқаша, неге деген сияқты бір өздерінше бір қызығушылық болса, неге мына жерде фотосинтез жүрмей қалды, не болды екен бұған деген сияқты. Мүмкін температура ана жел соқты ма, мүмкін басқа бір нәрсе болды ма, не фактор әсер етті деген сияқты. Олар егер де соған бір беріліп бір өзін бір сәл ойланып жүретін болса осы бағытта, ол өте қуанышты. Ол кезде сіздің де жұмысыңыз жеңілдейді, сіз рахаттанасыз, сіз кәдімгі берілесіз оған. Ал жаңағыдай қиын жағдайда да болады, енді көп жағдайда әлі соған қиын жағдайлар өте көп біздің мектептерде, жаңағыдай бұйрықпен, жаңа немен тип қашып істейтіндер. Енді оларға да бірден біз қазіргі таңда біз қазір бірден айтамыз, мысалға айналайын, мынау мектептің мүлкі, осыған егер сен қарайтын болсаңыздар, сіздер жасаңыздар. Әшейін ол біз сиқыршы емеспіз, біз мысалға ол өзінен өзі пайда болатын дүние емес та, ауыл шаруашылығы өте бір қиын дүние да, ол сіздің керек, маңдай тер керек. Лауазымыңызға қарамайды, ол сіздің стажыңызға қарамайды, ол сіздің беделіңізге қарамайды. Ол дақыл, ол ауа райына тікелей тәуелді нәрсе да. Біз соған микроклимат создавать етпесең, ол қанша жерден сіздің беделді болғанмен өспейді ол.
бұл жылыжайдың ішінде сол микроклимат создавать етеміз. Сондықтан біз ол маман деген сөзді бұл жерде сөз шығады, маман деген сөз. Сен кімсің деген, сен биологпын, сен осы мектептің биологы, мен осы нені ары қарай жақсы көремін, осы дақылдарды өсірсем деген сияқты бір ар жағында құлшыныс болатын болса, кез келген оны алып кете алады. Ол өте жақсы нәрсе, ол балаларға да келешек керемет болады. Ол әлемдік неде бар дүние ғой, ол практикада бар дүние, ол ешқандай бір жаңадан ойланып табылып жатқан ештеңе жоқ бұл жерде. Просто сәл ояту мәселесі ғой, халықты шамалы. Егер жаңағы биолог мұғалімдер, ұстаздар өздері дұрыс бағыт алып, өзіңіз айтқандай оянатын болса, алдағы уақытта да, жақын болашақта да жас ғалымдардың келуіне себепші болады ғой. Әрине, ең мәселе біздің мәселенің барлығы, қызығушылық туындату керек. Мәселенің барлығы сол мектепте жатыр ғой. Тек теориямен. Сол мектепте бізге өзім де мен қазір арасында үйірме жүргізіп көрдім, сабақ беріп көрдім мектептің оқушыларына. Мектептің оқушыларының барлығы мысалға сол олардың 10-11 класстарда олар жаңағы тек ент-ні ойлайды да, жоғары балл алу мәселесін ойлайды да, мысалға олар тек жаттап алады, мысалға олар рибосоманы мысалға жаттап алады, ол рибосомның қызметін айтады, әрі қарай ол қалаяқтан шықты, қалай келді, ол белокты қалай синтездеп, оған мысалға мән бермейді, тек жаттап оқиды. Енді жаңа сіз айтып отқан, егер де сол мәселелер жастайынан берілетін болса, мысалға бастауыш сыныптан бастап берілетін болса, ол міндетті түрде ол өзінің жемісін береді. Ол айтып отырмыз, мысалға 10 бала болатын болса, 10-ның ішінен жоқ дегенде 4-еу алып шығады. Бізде мысалға біз жалпылама саламызда бізде көп жағдайда нәтиже шықпайды. Біз ойлаймыз 10 адамдан да нәтиже шығарамыз деп тартамыз. Ол мүмкін емес нәрсе ол. Оның ішінен 4-еу алып шықса, мысалға, ол соның өзі мысалға 40% мысалға ол үлкен жетістік деп есептелінеді. Ол сол әрі қарай сол 40% әрі қарай тағы өзінің несін көбейтеді, әрі қарай олар да қастарындағыларға әсерін тигізеді. Сондықтан ол ғылымды мектептен, балабақшадан да бастап дамыту керек. Қазір біз енді жасыратын жоқ қой. Енді біздің ғылым саласы біздің немізде өте ақсап тұр. Жаңа айтып кеттік. Енді бірақ үмітсіз айтамын, біз әлі де үміт күтеміз. Біздің бетбұрыс жаймен жылдан жылға ақсарып келе жатыр. Әлде де осы жағдай жасалып жаңағы жастарға мүмкіншіліктер болса, ешқандай не жоқ. Біздің қабілет барлығы бізде жеткілікті. Біздегі бір кемшілік, аға, сөзіңізді бөлсем айып етпеңіз. Біз ғылымнан бизнестегідей, шағын бизнестегідей тез үдеріс күтеміз да. Бұл қазір кезде шынымен дәлелденген нәрсе ғой. Ғылым өзіңіз айтқандай 10-15 жыл немесе бір 50 жыл белгілі бір нәтиже беру үшін уақыт керек. Дәл осы бір сәтті, енді осы ғылым саласында басшылықта отырған азаматтар осыны түсініп ұғынатын болса, ғалымдардың ғылыми зерттеулер жүргізуіне, жас ғалымдардың келуіне мүмкіндік беретін секілді. Аға, енді сіз тек ғылыммен айналысып, институт пен мектептің жоғары оқу орнының ортасында жүрген жоқсыз ғой. Сіз де біз секілді адамсыз, кәдімгі өмір сүріп жатырсыз. Өзіңізде үйде немесе жақындарыңыздың несінде әртүрлі бақша дақылдарын, әртүрлі өнімдерді егіп, өзіңіз жеке басыңыз үшін, ғылыми дәрежеңіз үшін ғалым ретінде белгілі бір деңгейде эксперимент жасап көресіз бе? Мына жылы мынандай егейік, былай егейік деп. Енді менде жеке отбасымда үйімде жаңағыдай жылыжайым бар, бірақ өкінішке орай менде уақыт өте тапшы да. Мен мысалға азаннан кешке дейін мемлекеттік жұмыста, үкіметтің жұмысында жүргеннен кейін азаннан кешке дейін жұмыстамын. Сонымен қатар мен мынау көктем болса, мысалы қалай көктем шығады, біз уже андай бізде не пайда болады, біз уже далаға қарап, уже өзімдік бір не пайда болады. Біз міндетті түрде жылда екпеймін дегеннің өзінде біз міндетті түрде жылда мысалға мен сол Жаңақорғаннан Арал ортасындағы барлық өңірлердің бәрінде мен жылда эксперимент қойып келатырмын. Мысалға өздеріңіз сияқты фермерлермен мысалға дос болып, аға болып, іні болып, бауыр болып кетіп, солардың қастарында жүремін, солардың бірге проблемасын тыңдаймын. Енді былайша айтқан кезде біз пойлядамыз. Ал өзімнің жеке нем, жаңағы жеке тек, менің өзімнің жеке нем тек қана қауын дақылы. Қауынның ол қазір енді 15 жылдан асып кетті, сол бірыңғай қауын егем, жылда қауын егем. Нәтижесі жаман емес, бірақ бір үлкен бір айтарлықтай жетістікке жете алмай жатырмын әлі. Бірақ енді жаңағы нелер бар, линияларым бар. Енді негізгі менің мақсатым да бұл арманым да сол осы бір
бір екі жоқ дегенде сол екі сорт шығарып халыққа ұсынып осы бір неге кетсек, ол мен жаңа айтып кеттім сөздің басында, біздің яғни осы өмірлік менің миссиямның орындалған деп есептеймін. А егер де мен шығара алмасам, ол значит біздікі енді сіздің өмірлік миссияңыздың орындалуыңызға қазіргі кезде не кедергі, не проблема болып отыр? Қаржылық тапшылық па, әлде бір белгілі бір деңгейде қолдаудың жоқтығы ма, ғылыми техникалық базаның кемдігі болып отыр ма? Енді қаржылық тапшылық деп айтпай ақ қояйын, мен енді ешкімнен не сұрамаймын, бірақ дегенмен де мен өзімнің күшіммен жасап келе жатырмын. Мысалға линияларды мысалға өз күшіммен жасап келе жатырмын. Менде линиялар мысалға ешкімге керек емес, тек қана маған ғана керек та ол. Мысалға сол нелер тұр, ол фондтағы нелеріміз жылда егеміз, жылда жаңартып отырамыз питомниктері. Сонымен қатар айтып отырмын ғой, жаңа бір линиялар келе жатыр, үмітіміз бар, бір осы бір 2-3 жылдықта. Биыл уже біз алғашқы нелерін былтыр да алдық, биыл да жақсы алып. Енді ол жаңа сіз өзіңіз айтқандай, ол бір жылдық дүние емес та, ол мүмкін емес, ол бір жылда нені шығаруымыз. Оны бір однородный мысалға шығару үшін, халыққа ұсыну үшін, ол міндетті түрде ол сынақтан өткен. Однородный болу керек, оның барлық қасиеттері сәйкес келу керек. Ертең халық ретінде баспау үшін, мысалға, ертең мысалға шығып, ол басқа сорт болып келіп жатса, ол тағы да бізге болмайды. Сондықтан біз айтып отырмын ғой, әміренің бір сортымен қазір линиямен жұмыс істеп жатырмыз. Сосын мынау ерте пісетін ангеликтердің ішінен біз қазір өзіміз бір линия алдық. Оның да әлі аты қойылған жоқ. Бір линиялар бар, яғни халықтың арасында сұранысқа ие. Яғни мақсатымыз шаруаға пайда табатын сорт шығарып беру ғой. Негізгі мақсатымыз сол бір жаңа сорт шығарып, сол шаруаға ұсынуымыз керек. Сол шаруа сол арқылы, біз арқылы өзінің нәпақасын табу керек, сол бизнесін дөңгелету керек. Яғни басты мақсат сан емес, сапаға жұмыс істеу керек дейсіз ғой. Әрине. Бір сорт, бір түрді жаңағы зерттеп, барлығын толыққанды дүниеге алып келіп, соны ұсынатын болсаңыз да, бұл расымен үлкен жетістік. Жалпы енді жоғарыда айттық қой, ғылым дейтін дүние орны өте ерекше. Бұл жаңа математика, физика болсын, ауыл шаруашылығы саласы болсын. Бізге енді қазіргі кезде ең маңызды болып отырғаны, біз аграрлық мемлекет болғаннан кейін ауыл шаруашылығын дамыту, сырттан келетін өнімдерден тәуелділіктен арылу болып отыр ғой. Енді басты дақылымыз күріштің де мәселесі туындап отыр. Су мәселесін не істеу, бір ретке келтіру, бұның барлығы. Аға, студияға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді көзіңізден, өзіңізден байқап отырмын, айтылмай қалған дүние көп. Десе де, өздеріңіздің мына алқаптарыңыз бар, сол жаққа барып, алдағы уақытта да өздеріңізбен тілдесіп, сұхбаттасып, өзіңіз болсын, ғалымдарыңыз болсын, қандай жұмыстар жасалып жатыр, немен мақтан аламыз, алдағы уақытта неден үміт күте аламыз. Осы жөнінде міндетті түрде арнайы хабарлар дайындап, бейнесюжеттер дайындауға біз ғылыми зерттеу институтының бірге жұмыс істеуге дайынбыз. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Енді өзіңіз мақсат етіп, басты миссияңыз етіп отырған миссияңыздың, мақсатыңыздың орындалуына тілектеспіз. Бұл өзіңіз айтқандай бір немесе екі сортты дүниеге алып келетін болсаңыз, жалпы жарқын халыққа ұсынатын болсаңыз, бұл қазақ ауыл шаруашылығына қосқан бір үлкен үлес болар. Неге себебі әртүрлі түрленіп біткен өнімдерден гөрі бұрынғы ата-баба замандағы қалыппен қалыптасып қалған қауынды немесе өзге де бақша өнімдерін пайдалану бұл экспортқа да жақсы, елдің экономикасына да, ауыл шаруашылығына да өте керемет. Аға, көптен көп рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Сыр елінің, жалпы Қазақстан Республикасының ғылымы шарықтап, қарыштап дами берсін деген ниетімізді, тілегімізді білдіргіміз келеді. Рахмет. Біз де жаңа өздеріңіз айтқандай, біз сіздермен 100% жұмыс істеуге дайынбыз. Кез келген уақытта біздің ғалымдарымызбен, біздің поляға, қазір мінекей сөздің маусымдық уақыт, кез келген уақытта біз дайынбыз. Түсірейік, көрсетейік, халыққа жариялауға, сіздерге бірге жұмыс істеуге дайынбыз. Рахмет. Ардақты ағайын, құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Ең бастысы, өмірдің өріндерінде өкінішсіз өтейік.